Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Assalamu alaikum rahmetullah. Assalamu alaikum rahmetullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ва жамағат, мұсылман бауырлар, ислам мемлекетінің түп мақсаты әлемдегі барша мұсылмандардың басын қосып, адамзатқа жақсылық ұрығын сеуіп, жер-ананы сақтап қалу. Машалла. Бүгінгі таңда адамзат ойлап тапқан ғылыми жетістіктері адам баласына, табиғатына кері әсерін тигізуде. Жер, су, ауа ластанып табиғатына күренуде. Біле білсеңіздер, мұның бәрі Аллах тағаланың ашуы. Аллах тағаланың қаһарынан, жер-ананы ақыр заманнан сақтап қалуымыз керек, бауырлар. Бүгінгі таңда жер шарының әр түкпірінде бұрын-соңды болмаған аурулар тарап, даламызда киіктер жаппай қырылып, ал адамдар арасы не болып барамыз? Ірген, іркіттей, бірікпей, бауырмалдықтан алшақтап барамыз ғой, бауырлар. Мұның бәрін тоқтататын бірақ нәрсе, жер-ананы құрудан сақтап қалатын ислам екенін бүкіл адамзат мойындап отыр. Әлгіде бейнетаспадан көрдіңіздер, Қазақстаннан кеткен отандастарыңыздың қалай өмір сүріп жатқандарын. Сондықтан да мына бейнетаспаларды ауылдастарыңызға, дос-жарандарыңызға жарнамалап көрсетіңіздер. Егер де араб еліне барамыз, дін жолына түсеміз, күнәларымыздан тазарамыз дегендерге біз әрқашан қол ұшын беруге дайынбыз. Иншаллах, көріңіздер, жақын арада 50 адам аттанғалы жатыр. Машалла. 50 адам араб еліне аттанғалы жатыр. 50 адам. Түркияға дейін билет алынады, ал арғы жағында жанашыр діндарларымыз өздері күтіп алып, қолайлы жерге апарып орналастырады. Ал қалған барамыз дегендерге біз қол ұшын беруге дайынбыз. Тек ескертетініміз өте сақтық қажет. Біз сіздерді азғырып, не үгіттеп жатқанымыз жоқ. Мұна біздің міндетіміз адасқандарды Алланың ақ жолына салу. Солай емес пе? Дұрыс. Уа жамағат бауырлар, мұсылман бауырлар. Мен өзім араб елінде діни сауатымды ашып келдім. Иншаллах, Аллах тағаланың ақ жолын көріп, маңдайымды жай намазға тигізіп, сол Алланың нұры жауған елден тақуа болып оралдым бауырлар. Әйелім де балам да мұсылмандыққа бет бұрды. Енді міне Аллах тағаланың қалауымен бауырлар, баршамыз араб еліне аттанып барамыз. Шынымды айтсам бауырлар, мына біздің елдің азып тозғаны соншалық. Жамандықтың сорақысы арақ, қанымызға сіңгені соншалық. Таңғы оразамызды арақпен ашатын халге жетіппіз бауырлар. Бауырлар, үйленуден ажырасу басым. Құран кәрімде ей мұсылман, иман келтір. Ақиқатында арақ құмар ойындары, бұттар және балашуға тігілетін жебелер шайтанның ласысы дейді бауырлар. Мынау шайтан сендердің араларына арақ құмар ойындарды салып, Алланың зікірінен, намазынан тоқтатқысы келеді дейді бауырлар. Жасыратыны жоқ. Бауырлар, елімізде мұсылмандар елінің арасында қыздарымыздың жасанды түсік жасау жағынан астағфираллах, алдыңғы қатардамыз. Үйленуден ажырасу басым. Ал ең басты масқара, шетелге бала асыратуда үздіктердің қатарындамыз бауырлар. Астағфираллах. Халық санын көбейте алмай жүріп, мынау масқара. Бауырлар, жамандықты тізе берсек шыға береді. Бұдан құтылудың жалғыз-ақ жолы, машаллах, Алланың бүкіл рахымы жаусын. Мәлік Қажы айтқандай, барша мұсылман күш біріктіріп, ислам мемлекетінің құрамына кіріп, жерімізді кәфірлерден, дінсіздерден тазарту. Бауырлар, Баяғали мырза, сіздің мынауыңыз бит көккелек тоныңды отқа жағу.
Сіздер мына жастарды дін жолына тәрбиелейміз деп теріс ағымға кетіп бара жатсыздар. Астағфиралла, не дейсіз? Анау көрсеткен бақытты өмір сүріп жатқан бейнетаспаларында отандастарымызды адастырушы насихаттауға арнайы ақша беріп түсірмегеніне кімде? Не айтып отырсыз? Сендерді алда барып, о жаққа барғаннан кейін Сириядағы лаңкестердің қатарына қоспасына сенімді мүсіңдер? Сабыр етіңіз. Бұл барып тұрған арандатушылық. Мәлік мырза, сіз біздің жаққа жастарды жоғары діни оқулары, араб тілін үйретеміз, мұсылман ілімін уағыздаймыз деп келгенсіз. Біз қуана қарсы алып келісім бергенбіз. Бірақ байқаймын, сіздің түпкі мақсатыңыз қисынсыз, жаман. Әлгінде сөйлеген Баянғали мырзаның елге өкпесі қара қазандай. Еліміздегі кейбір жайттарды көріп жүріп, неге тоқтау салмадыңыз? Замандастарыңыздың теріс ағымға түспеуіне неге кедергі жасамадыңыз? Ақсақал, сабыр етіңіз. Ақсақал, былай болсын. Құран кәрімде адамдардың ең қайырлылары адамдарға көбірек пайда әкелгендер дейді, иншалла. 4 нәрсе бақыттылықтың белгісі дейді. Жақсы әйел, жақсы көрші, жақсы көлік, және де кең үй. 4 нәрсе кесірліктің белгісі дейді, астағфираллах, бауырлар. Нашар әйел, нашар көрші, астағфираллах, нашар көлік, және де тар баспана. Міне. Сендерге еліміздегі жоймай жатқан жамандықтарды жиып, теріп, көңілдерін қалдырып, ол жақтағы жоқ жұмаққа мойындарын бұрғызып, құлшындырып отырған ақшаның жетегінде кеткен о діни оқымыстардың өт насихаты. Ғасырлар бойы қалыптасқан өзімізге сай ұлттық салт дәстүріміз бар емес пе? Сабыр етіңіз, ақсақал. Беттерін тұмшалап, сақал қойғаннан одан мұсылман болып кетпейсіңдер. Жүректерінде иман болмаса мың жерден бетің тұмшаласаң да мұсылманмын деме. Иншалла, қазір жастардың көптеп мешітке бара бастағаны жақсылықтың нышаны. Біртіндеп жаман әдеттен арылып кереміз. Бәрі орнына келеді, тек шырамдық келек. Ал шетелге кетіп қалып таза мұсылман болам деулерің, ол қателік. Мәселеп отырған отанынан қашып, түпсіз тұңғиыққа түсіп кетіп жүрмеңдер. Ақсақал, сабыр сақтаңыз. Мәлік мырза, мен сіздің мақсатыңызды енді түсіндім. Тоқтатыңыз. Басында жастарды дін оқуына бара жатыр деп қуантып едіңіз. Енді белгілі болғандай, мұсылман мемлекетінің керегесін кеңейтемін деп, отандастарыңыздың обалына қалып жүрмеңіз. Мен сіздің бұнысыңызға төгейлі арасымын. Жоғары лауазымды адамдарға барып шағынып, сіздің бұнысыңызға тоқтау салғызам. Жарайды, сіздікі дұрыс. Бұлай жасау мүмкін емес. Бұл деген теріс жолға итермелеу. Сабыр етіңіз. Бар. Қайда барсаң онда бар. Қалай өмір сүру керек екен, мұна өзіңіз таңдайсың. Таңдайсың, білесің. Білгені осы ма? Беттерін тұмшалап сақал қойған. Сабыр сақтаңыздар, міне көрдіңіздер ғой. Осындай шала молдалар қажылыққа барып келеді де бауырлардың арасына тап осылай ірткі салып халықты адастырады. Дұрыс айтыңыз. Түсінбеймін, жоғарғы жақтың нұсқауымен жүріп қайтып ел боламыз, айтыңыздаршы. Құлдық сипаттан арылмай, еш уақытта ел бола алмаймыз, соны түсініңіздерші. Осындайда мынадай бір аңыз ойға оралады. Мына еврей деген жұрт ұзақ жылдар бойы Египеттің құлақ кесті құлы болған. Ақырында Мұса саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар сол жұртты құмға алып шықты. Арыда кездіріп, берде кездіріп, көремеген көресіні көрсетіп, құмнан 40 жыл бойы шығармай ұстаған. 40 жыл бойы. Адамдарды сонша қинаған несі? Неге? Сонша қинаған адамдарды? Себебі бүтіндей жұрттың денін құлды жайлап алған болатын. Соның өліп біткенін күтті. Сөйтті де олардан дені таза туған ұрпағын алып шықты. Яғни құлдықты құмға көміп кетті. Міне, сөйтіп, еврей сияқты аса ақыл ой терең, рухы мықты, шексіз, білімді ұрпақ дүниеге алып кетті. Машаллах. Бауырлар, міне ғажап. Міне ислам діні, бауырлар. Ендеше ой өрісі лайланбаған, болашақ таза ұрпақ тәрбиелеп шығу үшін, иншаллах, мен де баламды өзіммен бірге алып кетемін, бауырлар. Иншаллах, мен де. Иншалла, мен де. Әмин, бауырлар. Әмин. Ей мұсылман бауырлар. Хадисте адамдардың ең қайырлылары, адамдарға жақсылық алып келгендері дейді. Машаллах. Ендеше барамыз, ислам мемлекетіне қосыламыз.
бізге ешкім де тосқауыл бола алмайды. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Maşallah. Maşallah. Ассалаумағалейкум, әке. Ассалаумағалейкум. Қайда жиналдыңдар? А? Жат жерде не табасыңдар? Байым деп жар жағалап жүріп, құлайсың ғой сен. Әке, мен көріп келдім ғой ол жақтың өмірін. Ол жақтың адамдары дінге қараған. Олардың жігіттері машина техника саласында қызмет жасайды. Олардың балалары Америка, Франция елінде білім алады, өмірлері жақсы. Не жеймін, не киемін жоқ, әке. Әке, есеп шотты банктен. Осы жақтан ашамыз. Ал ақшаларымызды доллармен аударып тұрамыз. Келесі бір келгенде үлкен бір үй салып аламыз, әке. Не, тегін жатқан ақша бар ма? Осыншама байлық сендерге кім береді, я? Ай, не, мына аяда үйлерің жетпей ме сендерді? Жұмыс істеп жатырсыңдар. Еңбек ақыны алып жатырсыңдар. Шүкіршілік деу керек қой, шырақтарым ау, шүкіршілік. Тәуба қылмайсыңдар ма, тәуба? Әке, сенің айтып тұрған үкіметіңнің, сенің айтып тұрған жұмысыңның ақшасы ешқайда жетпейді, жоқ. Елдің әкелері немересіне жететін байлықты мирас етіп шалқып жүр. Ал сіз бір бөлмелі пәтеріңізді күнде кеп жырлайсыз. Шырағым, анаң екеуміз сені адал тәрбиелеп өсірдік қой. Оқыттық қой. Әрмен қарай өзің талаптан әкетілмесің не, мұна біз кінәліміз бені. Жарайды, сабыр етші, сабыр ет. Сен маған осы отырған кезде мақтанасың. Кезінде басшылардың біразын жұмысқа баулыдым деп, Ал соларға айтып, мына мені аудан басқармасына басшы болмасам да хат шығып тағайындатшы. Құрылыс басқармасына басшы болмай қойайын, құрылыс шығып тағайындатшы. Иншаллах, адамды Аллах тағала бәрін бірдей қылып жаратады. Содан кейін олар өзгеретіні. Не ақшалары көп, не көкелері бар. Тоқтатайсың! Қарай көр бұна. Сен не? Көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап бедің де. Ай, жұмысқа тұрдың, неге көтерілмедің сен? Біліміңнің шалалығы, ұйымдастыру қабілетіңнің жоқтығы. Одан кейін мен сені қашанғы қолыңнан сүйрелеп, жетелеп жүруім керек. Басшылар қолдамаса, мына өзіңнің нашарлығың, шырағым. Оларға да білікті мамандар қажет. Басшылар. Әке, ендігі жерде Құранға негізделген шариғатпен ғана өмір сүретін боламын, иншаллах. Құран кәрімде егер құлым маған сүйім жақындаса, мен оған құлаш бойы жақындаймын. Ал егер ол маған шынтақ бойы жақындаса, мен оған құлаш бойы жақындаймын. Ал егер ол маған қарай жүрсе, мен оған жүгіремін дейді. Нағыз адал жол ол халифа. Нағыз адал жол ол халифат. Сендер қазір не айтып тұрсыңдар маған? Сенің санаң әбдан уланған ғой, балам. Елге халифат орнатамыз деп айрандай ұйып отырған тыныштықтан айырылып қалуымыз ғажап емес. Астағфиралла.
Ай, мына біздің елде қаншама ұлт өкілдері тұрады. Олардың да діндері әртүрлі болуы шарт, заңды ғой балам. Астағфираллах. Адам баласы Аллах тағаланың қойған шартымен өмір сүруі керек. Пайғамбар жасынан ассаң да балаң болып мен саған түсіндірем. Өйткені ислам дінінен хабарың жоқ. Мұсылман емес. Намаз оқымайсың, астағфираллах. Жай намазға маңдай тимейді. Қайдан білесің оны? Анау кеңес үкіметінің Алла жоқ деген сөзінен әбден уланып біттің деді. Сенен туып біз кәпір болдық. Астағфираллах. Міне мына сайттар тапқал көзіміз ашылды. Иншаллах. Біз сияқты тасмаңда ұрпақ бар екен әйтеуір. Қара көзіңмен. Көр. Міне көріңіз. Сендер қазір маған не көрсетіп тұрсыңдар еді? Бұларың барып тұрған террорист қой. Сендер террористің не екенін білемісіңдер? Олардың үгіт насихаты мына ислам мемлекетін орнатамыз деп соғыс ашу балам. Міне қарайды. Арамызда қаншама ағымдар көбейіп кетті. Бір дініміздің өзін сансаққа бір-бірімізді қырғыстырып қойған жоқ па? Жарайды. Сабыр етші, айқайламашы, астағфираллах. Не деген сабырың жоқ адамсың? Жарайды, бәрібір түсінбейсің. Бірақ енді бұлай, адами көзбен қарашы, әке. Азат, менің балам сенің немерең. Азат өсіп қалды. Үй болса тар. Кеңейтуге ақша жетпейді, жоқ ақша, жоқ. Сосын, ол жаққа кеткен, мынау кеше ғана кеткен Кәмшат пен Талғат деген достарымыз қазір джиппен келіп жүр. Біз байғұс ше. Біз байғұс әлі жаяумыз. Ол жақта Құдай-ау тұрақты баспанасы, тұрақты жұмысы болмаған жанда, ол жақта біздің кәсіпкерлерден де артық тұрады, әке. Сенбесең өз көзіңмен көресің бе? Нұргүл, қош. Міне қараш, кеше ғана кеткен достарымыз біздің. Машаллах, тіл көзіне сақтасын. Міне әке көріңіз. Міне қара. Аллаға сансыз шүкір. Міне, біз осында тұрамыз. Талғат машина жөндейтін заводта істейді. Мен өзім емханада медбикемін. Тіл үйреніп келеміз. Бұл жақта тәжік, өзбек, қырғыз, түркімендер өте көп. Бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Жақында ақшасы көп жұмысқа ауыстырып, басқа жаққа көшіреміз дейді. Қысқасы, бұл жақта тұрмыс жақсы. Амандық болса 4-5 жылда байып қайтып келеміз. Тимурда әлхамдулилла мұсылман қылдық. Ол мына жаққа келгеніне тіптен бақытты. Мұсылман болып сүннетке отырғызған күні ағайындардың әкелген сыйлықтарын көрсеңіз. Өзі батареямен жүретін машина, ойыншық автомат, доп, жоқ емес дүние жоқ, машалла. Аяғымыздан тұрып, Қазақстаннан үй соғып алатын жағдайға жеткен соң, өз машинамызбен елге қайтамыз иншаллах. Тәжікстан арқылы жол қатынасы бар көрінеді. Жақында өзбектер елдеріне машинамен барып қайтыпты. Өзбекстан Қазақстанмен шекаралас емес пе? Сол жолмен біз де жетіп барамыз. Келемін десеңіздер иншалла, өкінбейсіздер, келіңіздер. Міне әке, көрдіңіз бе? Көрдім. Ал енді бұның жалған емес екендігіне, алдау арбау үшін жасалған жұмыс еместігіне сендердің көздерің жетпей тұрып, қалай келісім бердіңдер? А баланың болашағы не болады? Әке. Ай, неге ертең ойламайсыңдар? Ата. Азат, Әкем Қазақстанға жылда келіп тұрамыз деді. Сол емес пе, мама? әрине келеміз балам. Бірінші келгенде ата мен әжеге машина алып береміз. Ал келесі келгенде үй сатып аламыз, солай ғой Баянғали. Машаллах. Ата, папам бәрін жоспарлап жазып қойды. Азатжан,
Есіңде болсын, адам қанша жерден жоспарлағанмен Алланың маңдайға жазғаны болады тағы. Одан ешкім аспайды. Ата, неменеге ашуланасыз? Сізді сағынсам қайтып келем. Әжем екеуінің қастарыңда болам. Ата, Сен де бір. Сен ол жаққа барғаннан кейін қалай келесің? Өздігімен де келе алмайсың ғой, құлыным олсың. Міне көрдің бе міне? Ақшаға ұныққан әке шешең алдында қазулы орды көрмей ентелеп тұр таза. әке. Ең құрбат сен өзің қалмайсың ба? А? Ата, Есіңде болсын, сен атадан қалған жалғыз тұяқсың балам. Кішкене бұлай маған көмекші бол, қасымда қалсаңшы. ой, ата айттым ғой қайтып келемін деп. Ол жақта қазақ мектебі жоқ. Тек ағылшынша, арабша оқытады. Ал мен ағылшынша, арабша үйреніп алайын. Сосын ендігі жылы мектепке мен өзің алып барасың. Ал мамам мен папам жазғы демалысқа келген кезде оларға ермей сіздің қасыңызда қалып қоям. Шын айтам, ата. Ақылыңнан айналайын мен жұбатқан. Ата, айтпақшы бар ғой. Әке, бізді Түркияға алып барып жүрген басшымыз қандай джиппен жүргенін білесің бе? Машаллах. Өзі бар ғой, Қазақстаннан да үй алып алыпты. Тіпті бар ғой, ата. Біле білсеңіз бар ғой. Өзі 5 тілді меңгеріп алған. Ай, мейлі 100 тіл білсін. Мен оларға сенбеймін. Қайдан жалғандық басын ба деймін. Ата енді. Балам, Баянғали, осы сендер Алла дегенде сондайсыңдар, а? Алхамдулиллах. Алла дейсіңдер. Сол Құран хадисіңде жазылмай ма? Алла тағаланың разылығы мына ата-анаңның разылығында. Алланың ашуы мына ата-анаңның ашуында демей ме, балам? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, рахметуллахи ва баракату. Ассалам. Қалайсыздар? Жиналып жатырсыздар ма? Иншаллах. Қалай жеттіңіздер? Шүкір. Өздеріңіз қалай? Алхамдулиллах. О, ассаламу алейкум ақсақал. Байқайым Баянғалидың әкесісіз ғой, Дәл таптың. Ва алейкум салам. Балаларыңыздың жол сапарға шығуына мына сіздің көңіліңіздің толмай тұрған Баянғали айтқан. Әрине ол түсінікті, алыс жер, танымайтын орта, тіл білмейді дегендей уайымдамаңыз ақсақал. Ол жақтағы адамдар Құдайға қараған. Ислам дінін таза ұстанған өте мейірбан жандар. Мына жақтағы сияқты шала молдалар. Ай, тұра тұр, балам. Тоқтай тұр. Сен одандан маған мынаны айт. Мына біздің өміріміз несімен қисынсыз? Астағфиралла, сондайда сұрақ болады. Неге болмайды? Көрініп тұр емес пе ақсақал? Қаншама қазақ жастары көрінге дінге кіріп азып бара жатыр. Ішетіндер арақ, тартатындар темекіні қойып анаша, ал қазақ қыздарының ше ақсақал, әуретінің бәрі ашық, жабық жерлер қалмады ақсақал. Елде некеде тұрғаннан ажырасқандар көп, ал туған сәбилерін тастап кетіп жатқан. Тағы да қазақ қыздары. Ал осыған не айтасыз? Содан кейін бұндай елде қалай тұрмақсыз ақсақал? Келсін. Дәлелің мығым екен сенің. Ал соны өздерің қалай тежеп тыймақсыңдар? Ислам мемлекетін құрамыз. Мұсылмандық әдеп ғұрыптарды көптеп тәрбиелеп үгіт насихат жүргіземіз. Солай емес пе? Иншаллах. Солай дендер. Үгіт насихат жүргізесіңдер ме? Иә, үгіт насихат ақсақал. Сендердің үгіт насихаттарының сырқаты мынау ма не? Не болыпты? Не болған десің? Үйде оқитын бір кітап журнал жоқ. Діни кітаптардан басқа. Жанның сайтанның ісі деп ана телевизорды біздің үйге апарды. Көретіндері мынау міне. Сендердің түсірілімдерің теріс уағыз айту. Астайла, теріс уағыз несі ақсақал? Не көршілерімен араласпайды. Құдай-ау не кісі шақырмайды.
не қонаққа бармады. Келіннің жүрісі анау әне, әп-әдемі бетін тұмшалап ап, етегіді сүрініп жүр. Ұлдың тұрысы мынау міне. Көз алдына жасына жетпей, сақалы кіндігіне түсіп, қартайып бара жатыр. Әке, ұят емес пе, бір көрген адамға. Жаным күйіп бара жатса, мен неге айтпаймын? Сен түсінгің келмесе шырағым. Келіннің түсінгісі келмесе. Неге айтпаймын? Жай тұр. Ақсақал, сабыр сақтаңыз, Ай балам, менің мына балам институтты жақсы бітіріп жұмысқа тұрды. Жұмыс істеп жүрген жеріне білімін жетілдірем деп, анау қиыр шығыс араб еліне барып келді. Діни оқыды, елге тақуа боп оралды. Ал енді басында намаз оққанда мен қуандым. Одан кейін мына үй отбасына салатын тыйымдар көбейіп кетті. Біздің нағыз мұсылмандар асты жерде ішкен. Ата-бабаларымыз дастарханды жерге жайған. Ас суын кәпірлер ғана шеттеп, үйіндегі ағаш атаулы үстел орындықтың барлығын сыртқа лақтырды. Солай бола ма екен? Ал енді мына біздің жұма сайын шелпек пісіріп, әруақ қолдай көр дегенді ұмыттық мүлде. Аллах, әруақ несі, әке? Бұның айтуы бойынша барлығы күнә екен. Ал сен білгіш болсаң айтшы маған, осының барлығы күнә ме? Ақсақал, Аллах тағала бұлай дейді. Ғұрыппен, әмірет, және де надандардан теріс айнал деген. Бұл жерде балаңыз дұрыс айтады. Мысалы, мен сізге дәлелдеп берейін. Бұрын ата-бабаларымыз киіз үйде тұрды. Солай емес пе? Олар үстелде отырған жоқ, ақсақал. Солай дейік. Олар мына жерге дастархан жайып тамақтады, ақсақал. Адам баласы мына топырақтан жаралған, топырақтан, жерден қуат алған. Адам жерден қаншалықты биіктеген сайын табиғилықтан алшақтай береді. Ал қазіргі жастарымыз бұзатын мына телевизор. Бұл шетелдіктердің адам миын құрдан құрмен улау үшін әдейі ойлап тапқан нәрсесі. Тек көргенді ғана істеуге баулайды. Ал мына жағажайда жүрген тыржалаңаш астағфирулла, неше түрін көресің. Тыржалаңаш қыздарды көрген еркектердің нәпсісі қосып неше түрлі сұмдыққа тігездікке барады. Сондықтан да мына әйел заты үстіне ұзын көйлек, басына орамал тартып жүрген қайырлы ақсақал. Соны қалай түсінбейсіз? Түсініп тұрмын шырағым мен. Мен де саған келісемін. Ашық шашық жүргенге мен де қарсы. Әрине ақсақал, әрине. Бірақ енді заманына қарай. Мәдениетті түрді киінуге болмай ма? Беттерін қарамен болмайды ақсақал. Неге болмайды? Ислам дінінің заң солай. Ата-бабаларымыз қалай жүрді, біз де дәл сол жолмен жүруіміз керек, ақсақал. Ай, тұра тұр шырағым сен. Сен осы бүгінгі күнде ата-бабалар жолмен жүрмін деп ойлаймысың де? Иншаллах, бабалар салған ізден адасып көргеніміз жоқ. Онда сен маған мынаны айт. Кезіндегі нағыз мұсылман, мына сен сияқылды, кәстөм шалбар киіп, галстук тақты ма? Өзіңді нағыз мұсылман санайды екенсің. Онда неге немістің жасаған көлігімен жүресің? Енді ақсақал осы. Ой, тұра тұр. Нағыз мұсылман дейсіңдер. Нағыз мұсылман баратын жеріне, мешітке тіптаны Меккеге шейін жаяу барған жоқ па? Әрине. Мұсылмандық таза жолда айтып қоясыңдар. Бірақ өздерің істемейсіңдер. Мен түсінем. Бұл ислам діні өте қажет дін, өміршең дін. Алла бар. Құран шын, пайғамбарымыз хақ. Әрине. Енді Құдай өскелен ортаға қарай мына мәдениетті түрді әдептен озбай бұлай өмір сүруге болмай ма? Телевизор дейсіңдер. Телевизор болмаса әлемде болып жатқан жаңалықты қайдан көреміз? Көрші қолаң басқа ұлт болса, олармен араласпай тұрамыз ба? Бүйректен сүйрек шығарып аласыңдар. Адамды жан түршіктіретін істерге итермелейсіңдер. Әкені бала мен немереден айыру деген бұл не сұмдық? Кім айырып жатыр ақсақал? Ой, анау мәле сенің кім? Мына немеремді тастап кет дедім мен. Жоқ, ол жаққа баласымен барғандарға ерекше жағдай көрсетеді деп көнбей отыр. Әке. Жай тұр сені. Алла дейсіңдер. Сол пайғамбарымыздың өзі айтқан жоқ па? Әлемдердің Раббысы қаламаса, мына сендер қалай алмайсыңдар деді. Ақсақал. Ал бұл жолды мен қаламасам ше, не істейсіңдер? Ақсақал, бұда тұрған не бар? Бала ол жерге бара жатса, әкесімен бара жатыр ғой. Бала ол жерге шешесімен бара жатыр, ақсақал. Қайта балаңыз дұрыс дейді. Ол жерге мына балалармен барғандарға кең үй беріледі. Жеңілдіктер бар, үлестері көп, ақсақал. Сондықтан да бұл мәселені дұрыс деп ойлаймын. Әй шырағым,
Көңіліңе келсе де айтайын. Сенің сөзіңде ешқандай тегеуірін жоқ шырақ. Жай тұр дедім ғой мен саған. Сенің айтқан сөзіңнің барлығы беті жұқа мұз секілді. Бассаң болды. Жарылып кет, тұңғиыққа кететіндей. Жарайды. Бірақ өзің келгенде жүрегім орныма түсемесіп, керісінше күпті болып бара жатыр. Кешіріңіз ақсақал. Уайымдамаңызшы. Бұның бәрі жай әншейін қимастықтан ғой. Ертең Түркияға ұшады. Арғы жағында жұмыс беруші компаниялар өздері күтіп алып, қолайлы жерге апарып орналастырады. Уайымдамаңыз ақсақал, бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыз. Керек жоқ маған. Жарайды. Мені жұбатпайық қой. Места, мынаның ішінде билеттерім бар, ертең таңда ұшасың. Мен сол аэропорттың басында боламын. Аллах разы болсын. Жақсы. Ассаламу алейкум. Уайымдамаңыз ақсақал. Бәрі жақсы болады. Ассаламу алейкум. Айтпақшы куәліктерін сонда беремін. Балақай ұста мынау саған мә. Ассаламу алейкум. Кездескенше. Уайымдамаңыз ақсақал. Баянғали балам. Мынау саған дос болмайды. Бол. Елді алдап жүріп, ақша табуды мансық өткен адам ба деп қалды. Елді арбап алдап жүрген арамзама деп қалды. Мына біздің тілмен айтқан кезде оны вербовщик дейді, шпион дейді. Балам, мен сенен өтінем шырақ. Сен ол жаққа бармай-ақ қойшы. Көнбедің ба? Онда менің немеремін тастап кетті. Ерте тұрмыш жағдайларын жақсарғаннан кейін келіп алып кетесіңдер. Пәке, сіз не деп тұрсыз? Айттық қой, билет алдық қойды. Ол жаққа баламен барамыз, және де кейін айдап жатқанда біліп алдық. Неге түсінбейсіз? Ата, Қазір. ата уайымдамаңыз. Біз ол жаққа барып орналасып алайық. Сосын әжем екеуің қонаққа қыдырып келесіңдер. Шын айтам, ата. Құлыным, сен не білесің? Сен еш нәрсені де білмейсің. Сенің өмірің бұлыңғырма деп қорқам балам. Жолың болсын. Алла жар болсын. Я Раббым, жолдарын оңғара көр. Әмин. Ата, Азат. Ұлым болсын. қош болыңыз. Қош бол.
Сендер 6 ай бойы тілереніп, коттеджелерде тұрып, жеңіл-желпі жұмыс істеп, бұл жаққа бейімделдіңдер. Сондай жақсы тұрмысқа қол жеткізу үшін ислам дінін бұзушыларды құртуымыз керек. Ол үшін қолымызға қару алып, жан тәнімізді құрбан етуімізге дайын болуымыз керек. Міне, сені жұмақтай жайларыңнан қозғап, бұл жерге ислам мемлекетін құру үшін әкелдік. Бұл жер майдан даласы емес, бірақ та қауіпті аймақ, сондықтан да кез келген жағдайға дайын болуымыз керек. Дайынбыз! Машаллах. Бұл жақта көп боламыз ба? Немене дедің, естімедім? Бұл жақта көп боламыз ба? Оны мен емес. Аллах білет. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам еркектерге ұқсап еліктеген әйелдерге ұқсап еліктеген еркектерге лағнет айттым деген қайталап айтам. Біз бұл жерге ислам мемлекетін құру үшін келдік. Сондықтан да кез келген жағдайға шыдаймыз деп келгендеріңді ұмытпаңдар. Жақсылықтың балы тәтті болғанмен жету жолы ащы. Соны естеріңнен шығармаңдар. Құжаттарыңызды қашан бересіз? Оның керегі қанша? Қалай жүріп тұрам десеңдер де өз еріктерің. Мұна сендерді ешкім тексермейді. Ал мұна мені күнде тексереді. Соларға көрсетуім керек. Куәліктерің мен паспорттарың сенің жерде сақтаулы. Өздеріңе кетер кезде үлестеріңмен қосып қайтарып берем. Ал әзірге 6 айлық коттеджде тұрған күндеріңді ішкен тамақтарыңның өтемін өтеу керек. Қарызды Аллах құптамайды. Солай емес пе, Хасан? Иә, солай. Сіздер барлығы да қайырымдылық қорынан деп едіңіздер ғой. Иә, қайырымдылық қорынан екені рас. Бірақ сол шығынның орнын толтыру керек емес пе? Біз сіздерге ақымен төлеңдер деп тұрғанымыз жоқ. Ислам мемлекетінің нығаюына адал болып, дінсіздерден сақтай жүрсеңдер болды. Аллах тағаланың жолында шәй кетсіңдер. Иншаллах, о дүниеде жәннаттың төрінде шаттанып жүресіңдер. Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Такбир! Аллах акбар! Ендеше Алланың ақ жолында адалдықпен құлшылық етіп, хақ жолынан айыра көрмесін. Әмин! Әмин! Сұрақтарың жоқ болса, жаттығуды жалғастыра беріңдер. Кешіріңіз, бір сұрақ. Елмен хабарласпағалы көп болды. Қашан сөйлесек болады екен? Аз ғана шыдаңдар. Бәрі де қалыпқа кіреді. Айтпақшы ұмытып барады екен. Ең бастысы шетелдік тілші журналистер қаптап кетті. Сақ болыңдар. Суретке түсіріп алып, елдеріңе газет журналдарға жариялап, туған туысқандарға қолайсыздық тудырып жүрмесін. Ал ол жақтың заңы қатты. Аямайды білесіңдер. Былтырғы жылы Ақтөбеде бас көтерген жастардың құртып жібергенде жақсы білесіңдер. Сондықтан да өте сақ болыңдар. Ешкімге сенбеңдер ешкімге. Тек Аллахқа ғана сеніңдер. Сонда ғана ізгі ниетке жетесіңдер. Аллах жар болсын сендерге. Амин. Амин. Жалғастыра беріңдер. Естіген шығарсыңдар. Аллаға шын берсіңдер. Алла тағала сендердің ойлаған бақыттарға жеткізеді. Ол үшін Алланың ақ жолынан айырылмамыз керек. Жауда аясақ, жаралап аламыз. Сондықтан қолымызға қару алдық. Біз Алланың ақ жолындамыз. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ана жақта. Өшіріңді. Сөйлеме кәпірлер тілінде. Ана, апа, әкеле бері. Ана бақанды көрдің бе? Тағы қайталасаң, ана бақан қылық баямын. Тағы қайталасаң, болдай салам. Тұр орында. Болдай салам.
қайталамайды. Азат, ендігәрі қайталамаймын де. Қайталамаймын де. Қайталамаймын де, Азат. Ендігәрі қайталамаймын де. Қайталамаймын. Енді қайталамаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам даналықтың басы Құдайдан қорқу дейді. О бастан мұсылман дәстүрге тәрбиелену керек. Ал сендер Құдайларыңды ұмытып, мына Құдайларды ұмытып кеттіңдер. Совет үкіметі Құдай жоқ деген қоғамда тәрбиелеп, өжеттік, қайсарлық, табандылық қасиеттеріңізді айырып, құлшылдыққа икембеніп кеткенсіңдер. Біз мына әлемді құлшылдықтан азат етеміз. Сендер арғы беттегі келеңсіз өмірлерінде ұмытыңдар. Енді Алланың ақ жолына түсіп, күнәлар үшін кешірім сұрап, жалбарыңдар. Алла тағала бәрін кешеді. Бүгіннен бастап балаларың сендердің тәрбиелерден кетеді. Мына әкелердің қасында болады. Егер ел алдында елжіреп, еміреніп, құшақтап сүйіп, мәймөніп келесіңдер, жазаға тартамыз. Қыздарны шыдамдылыққа тәрбиелеңдер. Еркекті қырамай, иіліп жол беруге, имандылыққа тәрбиелеңдер. Оқсыңдар ма? Оқсыңдар ма? Аллаху акбар! Аллаху акбар! Тұрыңдар! Хасан, бірге ши. Мұны әйел маған ұнамайды. Жасандылық басым. Құдайға құлшылық құрғанмен аржаға бітеу. Шетелдік журналистері жолығып, бірдеңені шапақтатып жүрмесін. Көз қырыс қалып жүр. Бұлқынып қайда барар дейсің? Баласына дейін таспаға түсіріп алғамыз. Өздері де біліп отқан болар, ол жаққа жол жоқ екен. Сонда да сақ бол. Орталарына танша жібер, танша. Әңгіме әрекеттерің, оқыс пиғылдар жеткізіп отырсаң. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі жас сәбилерін, ата-аналарын ойласын деп, осы жаққа өкілдерін жіберіпті. Біздікілер сендермен кездескісі келмейді деп, бермен қарай өткізбей отыр. Ана әйелдің баласына сыйлық апарып бер. Балаларын көңілін таба білсең, өз сенімдермен келген әке-шешелері жат пиғылдан аулақ болады. Шаша бер. Қармаққа түскен балықтай болсын. Бағайланып пайдаланып, ешкіме білдірмей ақша беріп қой. Ол бізге шын берген адам. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Баянғали! Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Міне, саған жемтік. Орыстың тыңшысы. Сенен басқамыз орыс тілін білмейміз, сондықтан да жақсылап қинап, жауабын айтқыз. Айтпаса жанын жаһаннамға жібере сал. Міне саған пистолет ұста. Ішінде бір-ақ патрон. Не, сен оны атып өлтіресің, болмаса ол сен атып өлтірсін, екінің бірі. Таста! Аллах бізбен бірге. Иншаллах, ұста.
Ey Allah, bu istedi görmеш. Менің қолыммен адам өлтірте көрмеш, Аллах тағала. Қазақпысың? Не дейсің? Қазақпысың? Қазақпыз. Оны қайдан білдің? Мен Москвада кинематография институтында оққанда қазақстандық достарым көп болды. Біреуінің аты Баянғали Имашев. Сенің атың кім? Александр. Александр. Александр, Александр. Александр. Александр? Қозғалма. Қозғалма дейім. Бері қара. Баянғали, Құдайым-ау, сен біздің досың-ау? Құдайым-ау. Бұл сен бісің? Достым. Саша. Саша. Баянғали, Шыныменен. шынымен сен бісің, Саша? Достым. Саша! Достым-ау. Шыныменен сен екен ғой. Досым-ау. Баянғали. Тоқта. Сен бұл жақта не қылып жүрсің? Таяу шығыстағы содырлардың лаңкестігі туралы мәліметтерге репортаж түсіреміз деп арнайы сапармен келгенбіз. Қызақ заводтың ортасына кіріп кетіп. Енді міне, өлім мен өмірдің ортасында тұрмын. Қасымдағы достарымды қарсылық көрсеткен үшін бауыздап тастады қаншерлерін. Саша. 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 Сен сабыр ет. Біреу естісе, бұл жерде екеуміз ғанамыз. Ал олар ешкімді аямайды. Бұл жерден біреуіміз ғана тірі шығамыз, оны жақсы білесің. Сондықтан сабыр етші, досым, сабыр етші. Сен бұл жаққа қалай тап болып жүрсің? Мен айтасың ба? Мен ақымақтықпен. Ақымақтықпен. Көп ақша тауып тез байимын деп торға түскен көк жолдай жүрісің мұны. Мені қойшы, ақымақтығымның жылғысын өткерем. 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 Әйелім мен баламның ауылында қалдым ғой, бірақ Саша. Түсінесің бе? Олар да осында ма? Осында. Күнде тірі келгеніме қуанып алдымнан қарсы алады, осында жүр. Осында. Ал менің Аленам, ұлым мен екеуі Москвада жолымды тосып жүр. Ал анам Саратов облысы. Волганың жағасындағы табиғаты жақсы деревняда тұрады. Менің балалық шағым сонда өтті ғой.
Анам қасынан жібергісі келмеп еді, әттен. Анам дейсің бе? Ал менің әке шешем. Осы сапарға сүлді кесілді қарсы болып әкем. Алланың ашуы, ата-ананың ашуында деп алдымнан көлденең деп жатып алып еді. Ал мен ақымақ тыңдамадым. Мен ақымақ тыңдамадым. Аллам оны қош көрмеді. Түсінесің бе? Ал мен ақымақ. Мен. Сен, Саша. Саша, сен дұрыс дедің. Қолыңдағы тапаншаңды қатты ұста. Босатып алма. Ата-ананың астын аттаған жалмауызды Аллах тағала хош көрмейді. Мен дайынмын. Нағыз адал дос болсаң, ат. Мен дайынмын. Атсаң шәді неге тұрсың? Ат дейім саған. Неге тұрсың, қане ат? Әтеуір алған екенсің, қане ат дейім саған. Ат! Ат дейім, кәне тапжылма. Бақс кәне. Бақс жоқ. Сен мен ат. Егер де сен мені өлтірсең, саған құрметпен сенім артады. Егер де мен сені өлтірсем, мені қинайды. Жоқ. Ал мен зорлыққа шыдай алмай, сондықтан мен ат неге тұрсың? Жоқ, Саша. Ат деймін. Жоқ. Қолым бармайды. Түсінесің бе, қолым бармайды. Адал дос болсаң, сен ат. Ат қане. Ат деймін. Бірақ аманатым бар. Елге аман есен жетсең, Саратов облысы, Чистопрудная деревнясында Мария Сергеевна деген анам тұрады. Соған барып, мына менің сәлемді жеткізерсің. Егер де олай болып кетсе, басына барып гүл шоғын қойшы. Саша! 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 Бұның не, Саша? Айттым ғой, Баянғали ат тастайды деп. Жарайсың, Баянғали. Нағыз өзің ер жүрек екенсің. Жарайсың.
Байғали кетейікші бұл жерден. Әкелсе дейікші. Балам ондай сөз айтпа. Байғали кетейікші бұл жерден өтінемін. Тым кеш қалдық, Нұргүл. Азат, тым кеш қалдық. Әлі де кеш емес қой, Байғали. Кеше Нағима мен Болаттар да кетіп ақ қалды ғой. Ендігі де елге де жеткен шығар, Байғали. Кетейікші өтінемін. Нұргүл, сен мені тыңдап ал. Нұргүл, олар Қазақстанның шекарасы түгілі осы үйдің бұрышынан да шыққан жоқ. Олардың бәрі минаға жарылып өлген, түсінесің, олар жоқ. Олардың бәрі өлген. Балам, сен ештеңе істеген жоқсың, балам. Байғали, олар бізді де өлтіреді ғой. Олар бізді де өлтіреді ғой, Байғали. Олар бізді де өлтіреді, Байғали. Кетейікші. Сен мені тыңда дейін, Нұргүл. Кетейікші өтінемін. Нұргүл, тыңда. Егер естіп бақыратын болсаң, олар естісе, Азатта да сені де менің де көзімді құртады. Түсінен шығарушы болмашы, Нұргүл. Азат естіді ғой. Енді қара түсінгенді шығармай етпесе бәріміз өлтіреді, Азат. Естідім. Нұргүл, Азат балам, Нұргүл. Аллах тағала. Уа жамағат, қазақстандық бауырлар, міне сіздердің арттарыңыздан арнайы Қазақстаннан делегация келіп тұр. Астағфирулла, енді олардың сөзін тыңдасақ, мына сіздерді мына жерге өтірік үгіттеп әкелгендей болып отырмыз. Қазір өздеріңізге сөз береміз. Шешімін көздерінше өздеріңіз айтыңыз. Біздер ешкімді зорлап ұстамаймыз. Кетем десеңдер, ер көздеріңде. Айта беріңіз, сөз кезек өзіңізде. Отандастар, мен Біріккен ұлттар ұйымының мүшесімін. Орта Азия елдерінен біздерге көптеген ұсыныс хаттар түсуде. Сіздердің көпшіліктеріңіз үгіт насихаттарға сеніп, ойланбастан осылай қарай өтіп кеткен көрінесіздер. Сіздердің жағдайларыңызды ойлаған туған елдеріңіз Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Түркменстан елдерінің өтініші бойынша біз арнайы келіп тұрмыз. Түсінбестікпен келіп қалған шығарсыздар. Отан аналардың бәрінде кешеді. Елге қайтыңыздар. Қорықпаңыздар. Балаларыңыздың болашағын ойлаңыздар. Қорықпаңдар. Неге үнсіз қалдыңдар? Айттым ғой, біз ешкімді зорлап ұстамаймыз. Кетем десеңдер ер көздеріңде. Арттарыңнан іздеуші келіп тұр екен, барыңдар! Аллах жарылсын сендерге, болмаса айтыңдар! Бауырлар, қорықпаңдар. Сендердің тағдырларын өз қолдарында. Адаспаңдар. Енесі тепкен құлымның еті ауырмайды деген елдегі ата-аналарын жүректері езіліп, екі көздері төрт болып, сендердің амандықтарыңды ойлауда. Тым болмаса, балаларыңды қайтарыңдар.
елге аман есен жеткіземіз. Қорықпаңдар. Қорықпаңдар. Ей, айтсаңдаршы, айтып тұрмын ғой, Қазақстаннан арнайы келіп тұр. Естіп кетсін, кәне! Естімей тұр! Айтыңдар дейім. Бізді ешкім зорлап ұстап тұрған жоқ. Өз жүрек қалауымызбен келдік. Енді осы жолдан қайтпаймыз. Не, мен өтірік айтып тұрмын ба? Неге үндемейсіңдер? Неге үндемейсіңдер дейім? Қайтпаймыз! Міне, айтқанымыз айтқан. Біз ислам мемлекеттің жеңісін тойламай, еш қайда да қайтпаймыз. Бізді ешкім үгіттеген жоқ. Міне, біздің айтқанымызға сенбеп едіңіз. Енді өз көзіңізбен көріп, өз құлағыңызбен естіп көңіліңіз орныңызға түскен шығар. Ендеше жүріңіз. Басқа да отандастарыңызға алып барайын. Жүріңіз. Жүріңіз. Ағатай, тоқтаңыз. Азат, мама. Азат. Кешір мені. Не көрсек те, туған жерде, туған елде көрейікші, мама. Азат, ойлан. Мені алып кетіңізші. Ағатай, мен бұдан әлі қорқам. Әке. Азат. Әке. Ойлан, Азат. Мама. Кетейік. Азат. Азат, ойлан. Бауырлар, ойланыңдар. Адаспаңдар. Қоштасыңдар! Есігін арман туған жер, үкіліп таққан, есімімді алған туған жер, шырылдап жатқан. Нұргүл, сен мен тыңдап ал. Атанғаның ақысын аттаған бізді Аллах тағала хош көрмеді. Осының бәріне мен кінәлімін. Тек сен мені кешірші, Нұргүл. Топырағынан аңқылған туған жер. Айтамай саған кетекші деп баяғы айтты. Азат, енді Азатты не істей баяғы? Келді асау әкемнің құшағынан алмаған Ей жаратушы ием, мына күнәһар пенделеріңді кешіре көр, Аллах тағала. Азатымыздың жолын оңғара көр, Алла.
Ассалаумағалейкум асеке. Қалақалыңыз денсаулығыңыз жақсы ма? Қуанышыңыз құтты болсын, қайырмен, ұзағымен болсын. Айтпақшы, кімдер екен келе жатқан? Білмедім. Мына ішкі істер бөлімінің айтуы бойынша әзірге немереміз сияқты. Ол мен келінді сұрап едім. Маңдытып еш нәрсе айтпады. Оған да шүкір деңіз, немереңіз келе жатыр екен. Мына жастарға түсінбеймін. Күштері тасып, ақылдары асып бара жатса, мына кіндік қаны тамған, өмір сыйлаған, азамат қылған, кем байтақ даласын гүлдендіріп, қолымыз жеткен тәуелсіз еліміздің тұғырын неге асқақтатпайды? Жөн айтасыз. Тыңдаңыздар, құрметті жолаушы жолдастар. 1956 Стамбул Қарағанды ұшағы келіп қонғанын хабарлаймыз. Benim tavsiz elimnin bolacak.